Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздерді каналымызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін сіздерге шашқа қалай ботокс жасауды үйретеміз. Ботокс бұл лечение, яғни ем, шашқа ем жасау, ботокс ем жасауды көрсетеміз. Біз қандай материалдармен жұмыс жасадық? Біз агата өнімдерін қолдандық. Алдымен шашты агата өнімінің жақсы шампуньмен бірінші жуып, шаштың клеткаларын барлығын ашып аламыз. Сосын барып агата смесін қолданып шашқа жағамыз. Біз жуып алдық уже. Енді мына шашқа жақсылап суын барлығын сүртіп алып, сместі жағуды бастаймыз. Шашты алдымен орташа кептіріп аламыз, барлығын емес, орташа кептіріп аламыз. Сосын барып шашқа сместі жағамыз. Жақсылап тарап алыңыздар. Сместі жаққан кезде шашты тарап тұрып жағып отырасыздар. Себебі смес шаштың барлық жеріне тиюі тиіс. Түбінен бастап ұшына дейін, көзге және де теріге қатты тигізбейміз. Көзге жақсылап шашты тарап отырып жағып отырасыздар бальзам сместі.
Шаштың артқы бөліктеріне де ең желке жақтан бастап жоғары жаққа қарай жағып отырасыздар. Шашты бөліктерге бөліп алсаңыздар өздеріңізге жақсы болады. Ботокс лечениені 1 айда 2 рет жасап тұруға кеңес беремін. Себебі шашқа лечение қазір бізге таптырмас құралдың бірі ретінде. Көбіне шаштарды біз ай сайын боямыз, және сол себептен де айына 1-2 рет жасауға кеңес береміз. Сместе барлығын шашқа жағып болғаннан кейін
30 минуттай ұстаймыз. Шаштың қалыңдығына байланысты. Отыз минут ұстап болғаннан кейін шаштағы сместің барлығын шампуньмен жуып, жақсылап укладка жасап, спрей сеуіп, әдемілеп укладкасын жасап, кептіріп береміз шашты. Назарларыңызға мыңда бір рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Рахмет.